Міржақып Дулатұлы 1885 жылы 25 қарашада қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбел ауылында дүниеге келген. Ол қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері. Алғашқыда Міржақып ауыл молдасынан оқып хат таниды. Молдадан 2 жыл оқығаннан кейін 1897-1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан мұғалімнен дәріс алады. 1904 жылы Міржақып Омбы қаласына келеді. Осында ұлт зиялыларының ұстазы Ахмет Байтұрсынұлымен кездеседі. Бұдан кейінгі уақытта бірі ұстаз, бірі ізбасар ретінде жұптарын жазбайды. 1905 жылы Міржақып Ахметпен бірге Қарқаралыдағы саяси бұқаралық жұмыстарға қатысады. 1905 жылы патша өкіметіне қазақ халқының атынан петиция жазушылардың қатарында болады. Міржақып 1906 жылы Петербургке барып қайтады. Бұл сапарынан ол саяси күрескер ғана емес, шабытты ақын болып оралады. 1907 жылы Петербургте шыққан Серке газетіне жастарға деген өлеңін «Бүркеншік атпен біздің мақсатымыз» деген мақала жариялайды. Мақалада Міржақып қазақ халқының басындағы қиын жағдайдың анық себептерін саралап, отарлық саясатты әшкерелейді. Патша өкіметі мақала авторын тұтқындамақ болғанымен, Бүркеншік аттың иесін таба алмайды. 1909 жылы Петербургте Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» атты өлеңдер жинағы жарық көреді. Бұл кітапта патша әкімшілігінің қуғындауына ұшырайды. 1913 жылы ол Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Қазақ газетін шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақжол газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 1922-1926 жылдары Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып, 1935 жылы тұтқында қайтыс болады.